Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздерге make және де do деген сөздердің айырмашылықтарын түсіндіретін боламыз. Яғни екеуі де жасау деп аударылады, бірақ қайсын қай кезде қолданады екенбіз, иә? Make дегеніміз бұл бірдеңені жасап шығару деген мағынаны білдіреді. Ал жаңа бірдеңе жасап шығару, иә? Ал do дегеніміз бұл бір тапсырманы орындау, не болмаса бірдеңемен шұғылдану деп айтқан кезде біз do'ды қолданамыз. Бірінші мысал. A cake. Cake дегеніміз бұл торт. Тортты жасап шығарамыз ба, әлде тортпен шұғылданамыз ба? Әрине біз тортты жасап шығарамыз. Сондықтан мына жерде не болады? Make болады, иә? Келесі. Dishes. Dishes дегеніміз ыдыс. Яғни біз ыдысты не істейміз? Бір тапсырманы орындаймыз. Ыдысты біз жуамыз. Сондықтан не болады бұл жерде? Do болады, иә? Exercise. Exercise дегеніміз жаттығу. Жаттығу не істейміз біз? Жаттығумен шұғылданамыз. Біз оны жасап шығармаймыз ғой, біз онымен шұғылданамыз. Сондықтан не болады? Do болады, иә? A cup of tea. Cup of tea дегеніміз бір күрешке шай деген сөз. Бір күрешке шайды біз онымен шұғылданбаймыз. Біз оны бір тапсырма ретінде орындамаймыз. Біз оны істейміз, жасаймыз, иә? Бір күрешке шай жасап берші деген кезде make a cup of tea дейміз. Келесі бізде сэндвич. Сэндвич деген сэндвич кәдімгі. Сэндвичті біз не істейміз? Жасап шығарамыз. Сондықтан не болады? Make a sandwich болады, иә? Job. Job деген жұмыс. Біз жұмыспен не істейміз? Айналысамыз. Сондықтан не болады? Do a job болады. Келесі breakfast. Breakfast деген таңғы ас. Біз таңғы аспен шұғылданбаймыз. Біз таңғы асты бір тапсырма ретінде орындамаймыз. Біз таңғы асты не істейміз? Жасаймыз. Сондықтан не болады? Make breakfast болады, кешірім сұраймын. Енді келесі сіздерге сұрақ. Make money бола ма, әлде do money бола ма?